Қайырлы күн құрметті студенттер, бүгін біз қаңлылардың тарихы туралы айтатын боламыз. Біздің алдыңғы сабақта сақтар туралы, сосын үйсіндер туралы қарастырдық. Енді біз қаңлылардың тарихы, шаруашылығы, орналасқан жері, жалпы қазақстан тарихындағы маңызы туралы айтатын боламыз. Негізінен қаңлылар біздің заманымыздан бұрынғы үш пен біздің заманымыздың 5-ші ғасырларында өмір сүрді. Негізінен қаңлылар туралы бізде Смасянның тарих атты жазбаларында кездестіреміз, және Сян Ханшу хроникаларында, жазбаларында қаңлылардың шаруашылығы, орналасқан жері туралы айтатын боламыз. Туралы негізінен Сян Ханшу деректерінде айтылған. Бізде қаңлылар негізінен сақтар және үйсіндерден кейінгі мықты державаға айналды. Бізде қаңлылардың орналасқан жері болса Сырдария, Мұңдария өзендерінің бойында орналасқан болатын. Негізінен Жетісу мен Қаратау тауларының арасында, Жетісуден кейінгі Арал теңізінің ортасында, яғни осы арақты қамтыды. Негізінен қаңлылар туралы Қытай деректерінде халқы көп және әскери саны көбірек мығым мемлекет деп те айтады. Негізінен қаңлылар туралы дерек қалдырған бұл бізде негізінен қытайлар болып табылады. Бізде енді археологиялық деректеріне келетін болсақ, негізінен қаңлылардың үш мәдениеті көбіне қарастырылады. Бұл бізде бірінші қауыншы мәдениеті. Қауыншы мәдениеті негізі Ташкент алқабын алып жатты. Жалпы бұл жақта көбінде кірпіштен жасалған үйлер, құмыралар көптеп табылған. Осы мәдениеттің негізі Ташкент алқабын алып жатты. Бізде екінші мәдениеті бізде жеті асар мәдениеті. Бұл бізде Жаңадария және Қуаңдария бойларын алып жатқан болатын. Негізінен бұл да қауыншы мәдениеті секілді қыш құмыралардың көптеп кездесуі, жаңағы кірпіштен жасалған осылай секілді осындай үйлердің көптеп болуы, және жетіасар мен қауыншы мәдениетінің өзара ұқсастықтарын көрсетеді. Бізде үшінші мәдениет отырар Қаратау мәдениеті. Отырар Қаратау мәдениетінде жаңағыдай соққылардың табылуы, темір соққылар және егіншілікке арнайы керек құралдардың табылуы, қыш құмыралардың табылуы, бұл бізде қаңлылар тек қана көшпелі емес, оларда отырықшылықтың болғандығын және отырықшылық мәдениеттің болғандығын және егіншіліктің болғандығын, жаңағы жетіасар мәдениетін айтатын болсақ, Жаңадария, Қуаңдария бойларынан суды өздерімен канал ретінде жүргізе отырып, өздерінің егіншілігіне осылар пайдаланады. Біз осыған қарай отырып, археологиялық қаңлылардың ескерткіштеріне қарай отырып, негізінен шаруашылықтың тек бір түрі емес, яғни мал шаруашылығы емес, көшпелі ғана емес, бізде отырықшылық мәдениеттің болғандығын және егіншіліктің де болғандығын осыған көре аламыз. Ал негізінен қоғамдық құрылысына келетін болсақ, бізде хан мемлекетінің басшысы ұлы хан, оған қарасты уәзірлері болды, және қаңлыларды мемлекет 5 бөлікке бөлінген болатын. Оларда яғни 5 кіші хандар басталды. Осы кіші хандар 5 аймақта басқарған болатын. Көсемдер жаңағы өздері секілді өздерінің ақыл кеңес беріп отыратын әрекеттерін жасап отырды, яғни ықпалы сол болды, және рулардың рубасылар осы көсемдер деп аталады. Одан кейін малшылар және егіншілерден тұрды. Негізінен бұл көсемдердің әрекеттері бұл салық жинау халықтан, жаңағыдай жол жүріс мәселені реттеп отыру, алыс жолға сапарларды бағдаршам ретінде бірге барып, бірге қайту, және жол бағыттарын білу, және сол замандағы ұлы жібек жолының жолдардағы саяси мәселелерді және саяси қақтығыстарды реттеп отыру негізі осы кіші хандар мен көсемдердің негізгі міндетті қызметтері болды деп айтуға болады. Және де қаңлылардың астанасы Битянь қаласын бізде екі түрлі дерек бар. Бірінші деректе Сырдария бойында болған деп қарастырса, екіншісін Ыстықкөлдің солтүстігінде болыпты
бұл қала деп қарастырады. Негізі екі дерек осылай көрсетеді. Петян қаласының нақты қай жерде болғаны әлі белгісіз. Яғни осы екі дерек бойынша қарастыра аламыз. Негізінен қаңлардың саяси әрекеттеріне келетін болсақ, біздің заманымыздан бұрынғы қырық алты мен 36 жылдары қаңлылар қытайлардың деректері бойынша ғұндарға көмектескен болып табылады. Пұшық Мардан қаласының жаңа және Қостөбе атты қоныстан бізде біздің заманымызға дейін 1000 жылдықта, яғни ғасыр белгісіз, белгілі бір қаланың алғашқы қала орны табылды. Ғалымдардың айтуы бойынша, зерттеушілердің ең алғашқы қаңлардың ең алғашқы қалаларының осы бірі болып табылады. Негізі бұл Пұшық орналасқан жерге жақын жерде орналасқан. Жаңа одан кейін айтып өткендей, саяси жағында 20 мың әскерге жуық адам болса, жалпы халықтың саны 600 мың деп көрсетеді Қытайдың деректерінде. Ол дегеніміз жалпы қытайлардан жаңа 13 жылға батысқа жаңа саяхаттау кезінде негізінен орын алды. Уди патша жіберген былайша айтқанда экспедиция деп айтуға болады. 13 жылдан кейін қайтып келгеннен кейін жалпы қаңлылар туралы деректер келтіреді. 600 мыңға жуық халық болғаны, 220 мыңға жуық әскер саны болғаны. Жалпы одан кейін Иранның Авеста еңбегінде, жалпы жаңағы қасиетті кітап Авестада бізде айтады, Весаканың қасиетті ұлдары қамалдың алдында құрбандық шалды деп. Ол осы қаңлыларды назарға ала отырып жазады. Бізде Авестада жалпы Канха қамалының алдында құрбандық бері деп жаңағы Канха, Кангюй және қаңлы секілді атаулар осы қаңлыларға тиесілі екенін осы жазулардан көре аламыз. Қаңлыларда бізде металл өндіру озық үлгіге жеткен көруге болады. Негізі бұған дәлел бізде Қолата және Шаш Илах металл өндіретін жерлердің болуы бізде көбінде сұрақтауысы келеді. Шаш Илах көбінде осы металл өндірудің, кенді балқытудың орталығы бізде Шаш Илах болса, Қолата да сол секілді аймақ болып табылады. Негізінен Шаш Илахта осылай темірді қайта құю, ат әбзелдерін, зергерлік бұйымдар жасайтын орталықтары болған. Қаңлардың, яғни оңтүстікке жақын қаңлылардың бойында, яғни мына жерде Сырдария мен Әмудария өзендерін айтатын болсақ, осы жерде қаңлылар көбінде егіншілікпен, яғни отырықшылық мәдениетте қалыптасқан. Себебі өзен бар, су бар, егіншілік еккеннен кейін оған арнайы су барлығы жеткілікті. Сол үшін егіншілікпен айналысу өте қатты қолайлы болды. Сондықтан оңтүстікте қаңлылар егіншілікпен айналысты. Және егістікті суару үшін бізде қаңлылар Шыршық өзенінің бойын оң жағалауынан Зах каналын, жалпы канал деп айтуға болады, немесе арық деп айтуға болады, Зах каналын, және сол жағалауынан Ханарқ каналын қазып, тәлімді егіншілікпен айналысқан, яғни суармалы егіншілікпен. Және бізде қарайтын болсақ, олар жаңағы тары, арпа, бидай еккен. Оларды бізде қыш құмыралардың ішіне салып, жерді қазу арқылы, енді жер салқын ғой, жердің астына құмыраға өздерінің жаңағы дәндерін салу арқылы сақтаған. Енді салқын жерде бұзылмас үшін осылай жердің астында сақтаған. Және ал оған бұл бидай, арпалардың өсуі үшін су керек. Ол суды жаңағы Шыршық өзенінің оң жағынан Зах каналы, сол жағынан Ханар каналды салып, қазып, яғни солай суарып отырған. Қаңлы мемлекетінің бойынан ұлы жібек жолы өткендіктен, яғни екі жолды қарастырамыз. Бізде біріншісінде мына жақта мысалы Қара теңіз, Еуропаға баратын жол, және былай оңтүстікпен айналып Кавказ аймақтарына баратын екі жолды осы қаңлы мемлекеті қарастырып отыр деп айтуға болады. Және жаңағы жетіасар мәдениетінде және қауыншы мәдениет ташкент аймақтарында бізде Сириядан әкелінген моншақтар кездеседі. Біз осыған қарап ұлы жібек жолында қаңлылар белсенді сауда саттық жасағанын көре аламыз. Және қалды осы жердегі Сырдария аймағынан біздің заманымыздан бұрынғы 3 пен 4 ғасырларға жататын 1300-ге жуық тиын немесе теңге деп айтуға болады, сол тапты Сырдария бойынан. Ал және жаңағы
отарбай жанындағы мардан қорымынан біздің заманымыздан бұрынғы екінші ғасырға жататын Қытайдың тиындарын тапты. Біз осыған қарап негізінен қоғамдық құрылысы хан басқарған ханлардың, одан кейін шаруашылық аралас, көбінде егіншілік оңтүстікте ғана қатты дамыған көре аламыз. және ұлы жібек жолында жаңағы хан мемлекеті өте үлкен рөл атқарған біз біле аламыз. Мынау кавказ мемлекетіне баратқан, қара теңіз жолдарына баратқан мемлекеттердің осы қаңлы бойына өтуі, және қаңлардағы қорымдарда сириядан келген моншақтардың жаңағы 1300-ге жуық тиындардың мардан Қытай тиындары табылуы, бұл сауданың біршама өрбігендігін көре аламыз. Негізінен шаруашылық тек қана егіншілікпен тоқталып қалған жоқ. Қыш құмыра жасау, жаңа айтқандай, ол жаңа қауыншы мәдениетінде көп кездеседі. Қыш құмыралар жасау, соның арқылы қанат сақтау, және ал үстіне киім, жаңа әйелдердің қызметі көбіне теріден киім жасау болды. Ә, киіздерден етік жасау, аяқ киім жасау, жалпы бұл тұрмыс тіршіліктің керек қажеттіліктерді сол малдың малдан қажетті жүндерін алып жасады деп айтуға болады. Бізде яғни тамақтары сол малға қатысты ет, жаңағы сорт майлары сол мал арқылы жасады, киімдерін де мал арқылы жасады. Сауда саттықты көбінде сол қой беру арқылы, жылқы беру арқылы, жаңағыдай мысалы Қытайға не керек? Бізде жылқы керек. Ол жақта адам саны көп, жануардың жаңағы жылқының саны аз, ал бізде жылқы, қой секілді малдардың саны көп болды. Және сауда саттық осы мал арқылы алмастыру секілді немен жүріп отырды. Бізде мысалы білезік, зергерлік бұйымдар көп өндіргенімен Қытай, Сирияда бізден озық үлгілерде болып отырды. Яғни сауда саттық осы малды беру арқылы және білезік, зергерлік бұйымдарды алу арқылы осылай жүріп отырды негізінен. Қаңлылардың осы қазақстан тарихындағы орны бұл темір дәуіріндегі жаңағы сақ, үйсін, одан кейінгі ірі державаға айналған қаңлы болып саналады. Жалпы бұл мемлекеттің саяси тартысты оқиғалар көп болмаған, негізінен бейбіт. Осы Сырдария, Әмудария өзендерінің бойында көбінде ұлы жібек жолында бақылау орнатып, көбінде отырықшылықпен айналысып, көбінде былайша мәдениетке көп үлес қосқан халықтың бірі болды деп айтуға болады. Себебі канал жүйесін біле алған, жаңағыдай мәдениеттерде тиынмен сауда саттық жасаған, қыш құмыралардың арпаларды сақтай алу, бұның барлығы жаңағы шаруашылықтың озық үлгісі, жаңағы зергерліктің өздері өндіре алатын жаңағы темір балқыту, шашырлар, қолата қаланы құрап, темір сондай секілді кендерді өндіруден алдыңғы қатарлы халықтардың бірі болғанын көре аламыз. Жалпы сабақ аяқталды. Біз бүгін қаңлардың қоғамдық құрылыс шаруашылығын және ұлы жібек жолында қандай рөлде болғандығын айта алдық және түсіне алдық деп ойлаймын. Сабақ ұнады деген үміттенемін. Ал ендеше жақсы, аман болыңыздар, сау болыңыздар.